Иә, сын табасы получается. Сын егітің болады? Нөлге теңесіз. Осы есептеу сәл шатты салдыңдар. Қараш, жартыры қайта есептейміз. Жантүрі есептегенше, қарсайды жантүрі? Bir болып тұр ғой, Нөл Жантүрі ретімен есептейміз оғын сонда бүйтіп. Біріншісі басында арасында 0-0 болды. Иә, мынау 0 болды. Мынау 0 болды. Екеуікі 0 болды. 0 мен 1-дікі Енді 1 болып тұр. 0 мен сыныкі. мақұл, 1-ді қойдың, 0 мен 1-дікі не болды? 1 болды. 1 мен 1-дікі 0 болды. Ар жақта сені 1 шу керек. Ана енді сол үшін 0 қоясың. Иә, 1 молодец. Неге 0 емес? Сыға 0-ді қоймасаң 1 шықпайды. Қатаң жүзімсі де, короче, екеу ектілі болса хат болды да ше? Дұрыс па? Екеуі бірдей болса Иә, екеу бірдей болса 0 болады. Сын таптық енді тура сол сияқты. 1 тең деп уже 3-ші мәні алдымыз. Бұны? Мына жерде, сенде алло 0 болады негіз. Көбейту 1, көбейту 0. Б көбейту 1. С көбейту 0. С бізде 0 еді. 0 көбейту 0. Функция 1. Енді осы арқылы бұны табасың, осыдан кейін аны табасың. 0 мен аяқта 1 шықты ғой, 0 мен 1 иә, 1 болады да. 1 мен 1 көбейту 1 бола ма? Аяқ 1 болады. Көбейту 0 болады. Қайтадан тезеңіздер дегеніміз Б 1-ге тең ба? Вообще жақшаға алып жазайықшы. Бұл 1-ге тең. Болады жақшаға жазуға. Жақшаға алшы, вообще түсінбей жатырмын мен. Бұл 1-ге тең ба? Болма? 1-ге тең болады. Жоқ. 1-ге тең болады екен қонда. 1-ге тең болады. Қайда бір қойда? 1-ге тең екен қонда. Неқта 1, 2 0 көбейтілсе, ол 2 0 көбейтілсе 0 бола ма? 0 көбейтілген 1, ол 1 болады. Неқ 1 шықты. Неқ 0 0-ге 1-ді көбейтсең 1 болады? 0 болады, оны. Нет, қара, неқта 0 көбейтілген 0, арасы детіңсе тұр емес па? Оң жақ. 0 ма? Оң жақшы, оң жақ. Мама? О тағы өт. Мам? Я сияқты 0 көбейтілген 0 болады, 0 мен 1 Ретпен орындайсың? біріншісі 0 болып кетеді. По идее. 0, кейін 1. Орнасыз өзімейді по идее. Тоқта. Біріншісі 0, Иә. мынау 0, мынау 1. 0 мен 1-ді алсаң. 1 шығады. Неқтан 1 шығады. Неқта 0 шығу керек қой бізге. 0 шығу керек. Ондан 1 0-ге тең. Сәл түсіндім. Ағын 0-ге тең болды. Ең соңында мына жерге не деп жазамыз? 0 деп жазасың. 0. Дұрыс. Әне 0 деп тұр ғой, соңында. Дәу жазғанша сен жазын жауабы. 1. Ан жақшаға біздер сан қош түсінсін. Я жақша Орнына алмай. не қоямыз енді? 0 0 1 А тең 1-ге тең бар. Сыда 0, так что... 0 дейсіңсе 1. Неге 1 шығып кетті? Мына жерде сенде Болды. Жантөрі А 1-ге тең. 0-ге тең 0-ге. Айтпайын. 50 жауап қолданамыз. Неқта 1 болады. Досыңызға 0 хабарласамыз. көбейтілген 0 мен 1 көбейтілсе 0 болады я? Анайыр 1, анайыр 1. 0, неқ 1 1 мен болды. 1-ді көбейтсең 0 шығады. Неқта 1 болды. 0 мен 0, 0 мен 1, 1 мен 1, 0, значит, анау 1 ма? Иә. 1 болады. Кейін ойлап жаңағы. Елімізге жалғастырсын. Енді осы сен біз сыдыны таптың ғой? Иә. Осыны мына жерлерге мәндеріне қойып жазғаның сенде Жигалкин көп мүшелігінен жүктеу деп аталады. Аяқ қысқаратына башам. Жигалкин көп мүшелігінен жүкте десе осылай істейсің. Жантөрі енді орнына қойып жазасың, бірақ X1-ді X2-дің өзін жазасың. Иә. Қанша шырау? Санжар? 5. Қалайсыңда? А болсын орнына қойып болды. Ол айтып қойды ғой, сен X1 X2-дің өзін жазасың. Вот соңғы жауабын жазшы. Соңғы жауабы? Иә. Сандоғыз сен жасай. Мен видео түсіріп жатырмын. Жақсы. Түсінетін сәтсіз жа?
YouTube'ga salamыз, байымыз ақша табамыз. Әйбей, қумайын. Иә, игал деймін жазсаң. Бүйтпеді ғой сәл. Әдем бол. Бүйтпе, жатыр. Мынау деп. Көрсет, қайтадан көрсетші. Көрсетпей бол. Камерадан да ұялып қалды. Убери камеру. Короче, Қазір ютубқа саламын да бәрін сақтап бір жіберемін. бол. Сымен мен нөл болып тұр ғой. Мен көйт кетсің егер жоқ болды. Короче, Біздің оқушыны сақтап бірлерді ғана қоймыз. аласың. Кетуші. X1, X2, мықты, бізде бір болады. Қадан дезинфекция. Ноль көбейт. Ай, не болып кетті? Жауабы бізде міне. Кішкентай шықты. Дұрыс қой, ана нөлдер бар қысқа. Мына екеуі нөл ғой. Дұрыс па? А, Сол мына екеуі нөл болса, орнына қойған кезде нөл болып кетеді. Ба, маған ақысы сенде. Ана бір болған кезде, yaxshi. түсінікті. Жауабы мынау. Тура өзі бақа жазғаннан алды дұрыс болған деп 81 ойлап. Жауабы бақырға кеткен. Иә. Кәм, убери. Ей!